Бір кісінің әкесі Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза табады. Бердімкелер Ресейдің бір жерінде әкесінің жерленген орны, зияраты табылғаны жайлы газетке мақала жарыққа шығады. Ағайын туыспен ақылдасқан жігіт ағасы дереу әкесінің сүйегін туған еліне әкеп, арулап қайта жерлемек болады. Жолға қамданып, жол жүрерде кәрі шешесіне ішіндегі түпкі ойын да жасырмай айтады. Ондағысы ширақ ғасыр өтіп кеткен әке сүйегін қалай білмек? Қырғын соғыста қаза болған боздақтардың мәйіті ауысып кетуі де ғажап емес қой. Ол жерде жерленген шынымен әкесі ме, әлде басқа біреу ме? Бөтен біреудің мүддесі болса ше, анығын қалай білмек? Қарт анасы сонда баласына: «Ей балам, қазақта қанына тартқан деген сөз бар. Ол жайдан жай айтыла салған сөз емес. Егер әкеңнің мүрдесіне күмәнің болса, өз қаныңмен тексер» дейді. Сонда Ұлы: «Қаныңмен тексер дегенің қалай шеше?» деп аң-таң болады. Сонда анасы: «Мүрдені ашқан соң, бас бармағыңнан шертіп қан шығарып, сол қанды әкеңнің бас сүйегіне тамызарсың. Егер сүйек сенің әкеңдікі болмаса, әлгі тамызған қаның сүйекке сіңбей ағып кетер болса, шара жоқ балам. Ал егер сенің қаның сүйекке тиген бетте құмға сіңген судай сіңіп кетер болса, онда ештеңеге алаң болма. Әке сүйегі сенің қаныңды қабылдайды» деп жауап береді. Көптен бері алаңдап жүрген Ұлы анасының мына әңгімесінен кейін көңілі жай тауып ресей асады. Арнайы құрылған комиссиямен орыстың қалың Ну орманынан өтіп, жазық алаңқайға жерленген бауырлас жауынгерлер зияратына келіп тоқтайды. Мәйітті қазып алу кезінде анасының айтқан ақылымен әкесінің бас сүйегіне бармақ қанын тамызып көреді. Айтқандай, бармағынан тамған қан қанға сүйекке лезде сіңіп жоқ болады. Тек дөңгеленіп қанның орны ғана қалады. Әлі де сеніңкіремеген жігіт ағасы қасындағы өзі секілді келген жігіттің әкесінің бас сүйегіне әлгіндегідей бармақ қанын тамызып көреді. О тоба, расымен де бөтен сүйекке тамған қан жылтыр тасқа тигендей мөлдірей сырғып барып ағып кетеді. Өз көзіне өзі сенбей таң қалған жігіт әкесінің мүрдесін сан жылдардан кейін осылай туған еліне әкеп арулап жерлеген дейді. Қазақтың қанына тартқан қан жібермейді деген сөзі осы ау сірә.